Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қонақтарды таң қалдыратын, өте дәмді болып шығатын және де жасалу жолы оңай творожный пирог жасаймыз. Бұл жерде біздің пирогымыз шоколадты болады және де өте дәмді болып шықты. Ал ендеше жасауды бастайық. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Сосын 220 грамм шекерімізді қосамыз және де кішкене ғана тұзымызды салып, бәрін миксерлаймыз. Достар, мен сіздерге алдын ала айтайын. Бұл жерде біздің жұмыртқамыз, сүтіміз барлығы бөлме температурасында болу керек. Енді осы жұмыртқамызды миксерлап жатқан кезде 10 минуттай тоқтатпай миксерлаймыз. Бізде осындай жұмыртқамыз 2-3 есе көтерілу қажет. Осындай аппақ болып көтерілсе, сіздердің жұмыртқаларыңыз дайын деген сөз. Ендігі кезекте сүт қосамыз. Сосын барып жақсылап тұрып араластырамыз. Мен бұл жерде сүтті, яғни майдың ыдысына еріткен едім. Сол үшін де осындай іртік-іртік болып тұр сүт. Негізі сүт қоссаңыздар болады, немесе айран қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте май қосамыз. Менде бұл жерде ерітілген сары май. Бұл жерде маймен және де сүттің грамдары бірдей, яғни 120 грамм сүт, 120 грамм май қосамыз. Сосын барып 200 грамм ұн қосамыз. Бұл жерде мен ұнды 2 бөлікке бөліп барып қостым. Бір бөлігін бөліп, яғни бір бөлігін қосып алған соң, сосын 2 ас қасық какао ұнтағын қостым және де 1 шай қасық, яғни толтырып шай қасық қопсытқыш қосамыз да жақсылап тұрып араластырдым. Қараңыздар достар, бұл жерде біздің қамырымыз, яғни қоңыр болып тұр. Ал мен шоколадты қамыр болғанын қаладым. Сол үшін бұл жерде 3 ас қасық какао ұнтағын қостым және де ұнымыздың 2 жартысын қосып араластырдым. Достар, осы біздің қамырымызға ұн сеуіп жатқан кезде міндетті түрде електен өткізіңіздер. Сіздер осылай електен өткізіп барып ұндарыңыз қосатын болсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз көтерілетін болады. Осылай жақсылап тұрып араластырып болған соң, бізде осындай қоймалжың 1 келкі орташа сұйықтықтағы қамыр шығады. Біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Енді пирогымызға қосатын салмамызды дайындайық. Ол үшін бізге керегі 200 грамм творог, яғни сүзбе. Менде осындай дүкеннің сүзбесі. Сіздер қолдың сүзбесін қолдансаңыздар да болады. Сосын осы сүзбеміздің үстіне бір жұмыртқамызды жарып саламыз және де 5 ас қасық шекер қосамыз. Шекерімізді салып болған соң, осы блендеріміздің қалпағын жауып, енді осы сүзбемізді блендерлаймыз. Сүзбемізді блендерлап болған соң, бізде осындай масса шығуы қажет. Енді осы сүзбелі салмамызды кондитерлік қорамызға саламыз. Үйлеріңізде кондитерлік қорап жоқ болса, онда салафанға салсаңыздар болады. Мінекей біздің сүзбелі салмамыз дайын болды. Ендігі кезекте бізге керегі пирог пісіретін ыдыс. Осы ыдысымызға пергамент қағазын төсейміз. Үйлеріңізде пергамент қағаз жоқ болса, онда ыдысты майласаңыздар болады. Пергамент қағазымызды төсеп болған соң, қамырымызды әкеп саламыз. Ал енді осы қамырымызды тегістеп шығамыз. Келесі кезекте сүзбелі салмамыз тұрған кондитерлік қораптың басын кішкене қылып кесеміз да, енді осы сүзбелі салмамызды пирогымыздың үстінен жүргізіп өтеміз. Мына видеодағыдай қайталаңыздар. Бұл жерде сіздер осы пирогтарыңыздың үстіне өздеріңіз қалаған пішін немесе сызық сызсаңыздар болады. Достар, осы творожный пирогымызға ұқсас, тағы да өте бір дәмді пирогтың рецепті менің YouTube каналымда бар. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді осы пирогтың рецептін мен видеоның астына қалдыратын боламын. Сол жерден көріңіздер. Пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіреміз.
Қараңыздар, бұл жерде менің пирогым пісіп шықты. Негізі мен бұл жерде пирогты 45 минутқа пісіргенмін ғой. 45 минутта пісіретін болсаңыздар, мына шеттері уже күйіп, яғни қызарып бастайды. Сол үшін де 40-35 минут пісіріңіздер пирогтарыңызды. Сүзбелі пирогыңыз піскен соң қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Мен осындай қант ұнтағымен сәндедім. Кішкене ғана сеуіп шығамыз. Менің ойымша өте әдемі көрініп тұр. Енді осы пирогымызды сіздерге кесіп көрсетейін. Қараңыздар, бұл жерде біздің пирогымыз өте жұмсақ екені көрініп тұр. Тез кесіліп жатыр. Осы пирогты піскен соң 15 минутқа суытып, сосын жеп дәмін көрсеңіздер болады. Пирогымыз өте дәмді болып шыққан. Бұл жерде біздің сүзбеміз нежный, яғни нәзік болып шыққан, ал қамырымыз шоколадты брауни болып шыққан. Өте дәмді болып шықты. Бұл жердегі біздің шоколадты қамырымыз және де сүзбеміз жақсы үйлесіп тұр бір-бірімен. Достар, осы сүзбелі шоколадты пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына күмәнім жоқ, және де қонақтарды таңғалдыратынына да сенімдімін. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.